Ал кеттік осындай бір есеп қарастырайық. Тең қабырға үшбұрыш бар дейді бізде. Тең қабырға үшбұрыш сызып аламыз. Ортасындағы мына отырған зарядтың бізге несін табу керек? Мәнін табу керек. Мына жақта заряд бар, мына жақта заряд бар. Қалған зарядтардың мәндері бірақ тең да, бір-біріне 9 кулоннан Q деп қойсақ. Түсінікті болу үшін, ал мынау Q0 болсын ортасындағы. Енді барлығы плюсовой зарядтар. Енді осылар арқылы біз бұндай есептерді қалай шығарамыз? Бұл жерде қортқы вектор тауып керек емес, тек қана бар векторлардың бағыттарын көрсетіп солар бойынша өзара теңестіреміз. Мысалға мына жерде бізде қарайық, мына екі заряд бір бірін тебеді, бұдан мынандай бір вектор шығады f1 деген. Мысалға мына екі заряд бір бірін тебеді, бұдан мынандай заряд шығады, мысалға f2 деген сияқты. Және мына екеуі бір бірін тебеді, бұдан мынандай заряд шығады, мысалға f3 деген сияқты. Бірақ бұл қортқы вектор емес. Көбісі қателеседі, осы f3-ті қортқы вектор деп алып жүреді. Қортқы вектор деген осылардың үшеуінің ортасынан тағы шығатын векторды біз қортқы вектор деп атаймыз. Осы f' деген f1, f2, f3-тің қосындысы. Бірақ бұл бізге керек емес. Бұл жерде бізге q0-ді ғана табу керек. Сондықтан қортқы вектормен жұмыс жасамаймыз, тек қана мынамен жұмыс жасаймыз. Неге? Өйткені біз мынаның проекциясын түсіретін болсақ, мына екеуінен проекция түсіретін болсақ, былай қарай қазір бізде, онда f3 дегенің неге тең болады? Бір нәрсе жазып келе салайық. F1 мен F2 біріне тең болады. Өйткені бұлардың біріншіден зарядтары бірдей. QQ арасындағы мына арақашықтықтары да бірдей, XX. Сондықтан F3 дегеніміз бұл бізде 2, мынаны F0 деп белгілей салайық онда. 2 F0 болады да, проекция косинуспен түседі әрдайым. Косинус болады. Енді қанша градус екендігін анықтай салайық. Мына 60 болатын болса, мына жер демек 62-ге бөлінген ғой. 30-дан болады да, түсінікті ма? 30 болады. Сонда косинус 30 градус бола салады екен. Бұл енді понятно деп ойлаймын. Енді f0 дегеніміз не дейтін болсақ, бұл бізде k көбейтілген зарядтар бірдей ғой, q-дің квадраты бөлінген x-тің квадраты бола салады. Бұл оңай енді. Бірақ бұл жерде ең қиын нәрсе бұл f3-тің несін табу да. f3 дегеніміз не ол? Ол дегеніміз k көбейтілген q0. Ара қашықтықты табу кішкене проблема болады. Бұл жерде кішкене 7 класстың геометриясын білу керек болады бізге. Қазір мына жерде біз мынандай үшбұрыш жасайық. Осы үшбұрыштың біз центрін алатын болсақ, центрі қай жер ол бізде? Ол центрін алу үшін тең қабырға үшбұрышта медиана жүргізсек жеткілікті. Медиана, биіктік бәрі бірдей болады бұда. Бірақ мына центр ғой. Бірақ осының бір ерекшелігі, қатынастар 2-ден 1 болады да мына жерде. Мына жерде 2-ден 1 болады. Мына жерде де осылайынан бізде жаңадай 2-ден 1 болады. Енді бұл не үшін сызып отырмын? Бізге мына арақашықтық табу керек болады. Қазір мынаны өлшеп тастай салайық. Түсінікті болу үшін мынаны ғана қалдырайық. Міне 2-ден 1 арақашықтық болады да. Бізге керегі бұл мына арақашықтық, мына екі зарядтың арасындағы мына арақашықтықты мысалға біз b деп айта салайық. Осы b-ны табу керек болады. b неге тең деген сияқты. Ол үшін бізге бірінші мына бір арақашықтықты полный табу керек қой. Мына бір арақашықтық, оны мысалға a деп ала салайық та. Сонда мына жеріміз x бөлінген 2 болады, өйткені мына жер x бөлінген 2, ортасын бөліп тұр ғой. Сонда мынандай бір үшбұрыш шығады. Мына жерді қарайық мысалға. Мына жер x болсын. Мынамыз x бөлінген 2. Мына жерді біз a дедік. Осы a-ны табу үшін бұл не болады бізде? Мынандай кәдімгі тік бұрышты үшбұрыш шығады. Мына жер x, мына жер жаңада x бөлінген 2. Мына жақ a деген сияқты. Енді a-ның мәнін табатын болсақ, a-ның мәні бізде болады Пифагор теоремасы бойынша x квадрат минус x квадрат бөлінген 4 түбір астында. Осыдан a-ның мәні тең болады бізде, түбір асты 3x бөлінген 2-ге. Енді бұл понятно. Бірақ мына жерге қарау керек енді. Полный a-ның мәні, мынаны өлшеп тастайық, түсінікті болу үшін үшбұрышты қалдырайық. Полный a-ның мәні бұл түбір асты 3x бөлінген 2 да. Полный a-ның мәні. Ал бізге мына b-ның мәні ғана керек, бірақ бұл соның 2-ден 3-тен 2 бөлігін құрайды да. Түсінікті ма? 3-тен 2 бөлігін құрайды. Сонда біз b-ны табу үшін не істейміз? Бұл a-ны соның 3-тен 2 бөлігіне көбейтеміз. Сонда бұл бізде болады түбір асты 3x бөлінген 2 көбейтілген 2 бөлінген 3. Осыдан бізде шығады түбір асты 3x бөлінген 3 бола салады екен. Міне. Осылай біз b-ның мәнін тауып алдық. Енді осыны әкеп мына жерге жазамыз. Осында кішкене күрделі жерлер бар. Жақсылап мұқият қарап, бір тоқтатып алыңыздар. Өйткені өте жақсы есеп. Осындай есеп келіп қалса, қиналмай шара салуға болады деген сөз. Енді мына жерде сонда бізде түбір асты 3x бар ғой, мына жерде 3 соның квадраты бұл.
мына енді осыларды бір біріне теңестіре салу керек болады. Соңында мынаның барлығын есептей салайық. Енді мына форманы ары қарай жалғастырайық. Міндетті түрде видеоны тоқтатып тағы бір қарап алыңыздар, өйткені кішкене күрделі есеп. Енді ары қарай мына жерде бізде k болады, q болады, q0 болады. Мына жерде 3-тің квадраты үстіне 9 болып шығады. Астында 3x-тің квадраты болады. Мына жерде 2k q-дің квадраты бөлінген x-тің квадраты, ал мына жерде косинус 30 дегеніміз ол тубырасты 3 бөлінген 2 бола салады. Так, 2 мен 2 кетеді. Мына жерде мынау кетеді, мына жер 3 болады. Мына жерде k q кетеді. Мына мен мынау біреу кетеді, x квадраттар кетеді. Сонда жауап q0-міз тең бола салады бізде. Так, тубырасты 3q бөлінген 3-ке. Міне осыған сан мәндерін қойып, комментарияға жауабын жазып кетіңіздер.